Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мақпал. Бүгін сіздермен көкөністер қосылған тауық аяқтарынан тағам дайындаймыз. Дәмді шығады, міндетті түрде жасаңыздар және видеоны соңына дейін қарап каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет ингредиенттер: 1 кг тауық аяқтары, 4 қызанақ, 2 пияз, 4 жасыл болгарский перец, 1 дана қызыл болгарский перец, 7-8 түйір сарымсақ, соусқа 1-2 шай қасық оливковый майы, 1 шай қасық чили қызыл бұрыш ұнтағы, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық паприка. Барлығын араластырып алдын ала дайындап қоямыз. Соусқа басқа дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Ең алдымен пісіретін табамызға қызанақты сеуіп шығамыз. Оның үстіне болгарский бұрыштарымызды себеміз және оның үстіне пиязымызды салып шығамыз. Артынша оның үстіне тауық аяқтарын осылай әсемдеп тізіп шығамыз. Оның үстіне сарымсақты бүтіндей салып, қалған көкөністерді қайтадан бетіне сеуіп шығамыз. Кейіннен тауықтың үстіне барлық соусымызды аямай жағып шығамыз. Тауықтың бетін пергамент қағазымызбен жауып, пеште 180 градусқа 1 сағат пісіріп аламыз. Міне тауығымыз дайын. Нежный, сочный, өте дәмді болып шығады. Өте оңай, жеңіл дайындалатын тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Сол себепті каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған Мақпал. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.